Құрметті қазылар, бүгін еліміздің демократиялық даму жолындағы маңызды тіпті тарихи күн деп айтуға болады. Жаңадан құрылған Конституциялық сот өз жұмысын бастайды. Бұл ел өмірінде айрықша рөл атқаратын мемлекеттік мекеме. Бұған дейін Конституциялық кеңес 27 жыл бойы табысты жұмыс істеді. Осы кезеңде 140-тан астам нормативтік қаулы қабылдады. Бұдан бөлек 30 заңның және халықаралық шарттың толықтай немесе ішінара ата заңға сай еместігін анықтады. Сондай-ақ Конституция нормаларына ресми түсініктеме беру туралы 100-ден астам өтініш қаралды. Оның ішінде мемлекеттің құрылымына және басқару тәсіліне қатысты мәселелер бар. Мемлекеттік органдардың мәртебесін және заң шығару үдерісін қамтитын шешімдер қабылданды. Жалпы Конституциялық кеңес барлық салада заң үстемдігін орнықтыруға зор үлес қосты. Өздеріңіз көріп отырғандай, өте көп жұмыс атқарылды. Мен кеңес мүшелеріне және онда әр кезінде еңбек еткен барлық қызметкерлерге алғыс айтамын. Бүгінде Қазақстан жаңа дәуірге қадам басты. Бұрын соңында болмаған бірегей саяси реформалар жүзеге асырылды. Қазіргі таңда дүние жүзінде дәл осындай ауқымды мазмұнды реформалар жасап жатқан ел бірен-саран. Бұл ақиқат, мұны бүкіл әлем мойындап отыр. Қазақстан реформатор мемлекетке айналды. Жалпы елімізде көптеген өзгеріс болып жатыр. Азаматтардың конституциялық құқығын қорғауға баса мән беріліп отыр. Бұл жұмысқа қоғам өкілдері белсене қатысуға ынталы. Сондықтан мен конституциялық сот құру туралы бастама көтердім.